2Т25 КМ тепловозы егер бір секция сөніп тұрса, батарея отырып қалмау үшін аккумуляторы. Тумблерді қосып, объединение аккумулятор батарея арқылы сөніп тұрған жақтың батареян зарядтауға болады. Жоғары көтергенде осы тумблерді индикатор жанады. Сосын екінші қосылып тұрған секцияға да барып, дәл осыны қосу керек. Сол кезде егер индикатор жанбай жатса, демек бір причинасы не болуы мүмкін? Компрессор қосылып тұрған болуы мүмкін. Компрессор қосылған кезде компрессор көп тоқтартады. Сол кезде индикатор жанбай, зарядтамай тұрады мүмкін. Бірақ компрессор сөнгеннен кейін индикатор жанып, аккумулятор зарядтауы басталады. Бірақ оталдырар кезде обязательно екі жақтың бұл тумблерін сөндіріп, сосын барып оталдырамыз. Әйтпесе предохранитель жанып кетуі ықтималы бар. Егер оталдыратын кезде аккумулятор батарея 90 вольттан төмен болса, оны осы помощник жағында высоковольтный камерадан білеміз, осы вольтметрден. В данный момент 100 вольт. Егер 90-нан аз болса, оталмау ықтималы бар. Ондай кезде высоковольтный камераның ішіне кіріп, контактор D3-ді басамыз. Екі жақ секциясынан да осы контактор D3-ді басып оталдырамыз. Контактор D3 кірген кезде высоковольтный камерада сол жағында біріншісі D1, бұның жұмысы оталдыру кезінде аккумуляторный батареяның плюстарын қосады екі секциясын. Мынау D2 келесі тұрған. Оның жұмысы аккумулятордың плюсын стартерге жалғайды, стартерді қосады. Одан кейінгі тұрған үшіншісі D3 деп аталады. Бұны басамыз және келесі секцияда одновременно бір уақытта басу арқылы аккумулятор отырып атқан кезде солай оталдыруға болады. Бұны D3 деп атайды. Тіпте болтпен қыстырып қойса да болады. Оталғаннан кейін бірақ ол болтты алып тастаймыз.